10 минут уақытыңызды алайын да сіздің. Қазір бізде ана қарапайым халықпен сөйлесіп жатырмық. Енді көп халыққа қазір ана әкім ұнамайды, мына әкім ұнамайды, әр районның өзінің әкімдері ұнамайды кейбіреулеріне ше. Сол себепті біз бүйтейін деп жатырмық. Халыққа дұрыс болсын деп ше. Осылай көшеге кетіп бара жатқан қазір мен опрос жасап жатырмын да, мысалы 10 шақты сұрақ қоямын. Ол сұрақтан сіз нормально былай жауап беріп, егер халыққа действительно мысалға жаныңызды ашитын сондай адам болып шықсаңыз, біз сізді әкім болып сайлаймыз. Жүрсеңізші отырып 10 минут. Ана жақта скамейка бар ана жақта. Жүрсеңізші отырып сөйлесейік. Жалпы бізде атыңыз кім еді сіздің? Марат. Бізде андай қазір опрос жасап жатыр. Осылай сіз сияқты қарапайым көшеден кетіп бара жатқан адамдардың барлығын ұстап алып сұрақ қойып жатырмық та. Енді 10 сұраққа примерно қоямыз. Егер действительно реально ол адамның халыққа жаны ашитыны болса, жаңағыдай реально халыққа жаны ашитын, ертең барып парақор болып кетпейтін, там типа ақша жемейтін адам болып шықса, біз сол адамды әкім болып қоюымыз керек та. Халыққа егер ол адам ұнаса, халықтың арасына, короче, бір адамды әкім болып сайлаймыз ғой. Көрсін халық. Жауап беріп көрейін енді. Иә, мысалға да енді просто ана дипломыңыз негізі бар ма? Диплом бірдеңе? Средний специальный ғой. Болды ғой. Диплом қатты қарамаймыз енді. Видите, бұл жерде халықтың өзі таңдап отқаннан кейін андай қатты мән бермейміз ондай нәрсеге ше. Диплом анау-мынауға. Бір жыл уақыт береміз. Районный әкім болып қоямыз. Мысалға сіз ше. Көреміз, қалай қызмет жасайсыз, қалай болады. Егер действительно мықты өзіңізді мысалы осылай көшелерді, светтерді жарықтырып несеп, көшенің бәрін ровный қылып, асфальт төсеп, бәрін в общем четкий қылып істеп қоятын болсаңыз, бір жылдан кейін нормальный жерге ауыстырамыз ғой, в общем, облыс әкімі қылып па, кофе, чай бірдеңе ішесіз ба негізі? Чай болады енді. Чай ма? Көшенің арғы басында ше. Светофор көп сол. Светофордың на бетінде чай бар. Барып чай құйып алсаңыз болады өзіңізге ше. Болмаса жалғастыра берейік. Иә, потом ала берсін. Короче, бүйтейік. Қараңыз, бірінші сұрақ. Халықтың любой әкімге қоятын сұрағы ғой. Мысалға, сізге 100 миллион теңге, мысалға ше 100 миллион теңге енді үкімет бөліп тұр сізге. Әкім ретінде, там типа осы жердің там тазалау керек, там типа краскілеу керек, там енді в общем сондайға бір 100 миллион теңге бөлді дейік. Бірақ білесіз, бізде енді қазір енді данный момент жаңа Қазақстан, білесіз ғой енді жаңа Қазақстан, там типа уже баяғыда тема жоқ, баяғы система жоқ уже. Енді ақша тонау, ақша ұрлау, өзің адамды пихать ету, жұмысқа алу дейтін нәрселер ше. Ондай нәрсе жоқ қазір. Чисто адалынан ғой, в общем. Жұмыс чисто адалынан болу керек. Ашығын айтқанда ше. Енді былай братан, сразу айтайын, ашығын айтайын. Енді бұл жерде қазір лично енді өзім басаяғанда, енді осы жерде бұл жерде енді былай айтқанда менің қолымда тұр ғой. Данный момент ше. Алып мен сені осы районның әкімі қылып па, білмеймін енді осы районның әкімі қылып па, қыла аламын. Енді мен қылсам енді потом енді мысалға енді 100 миллион бөлді дейік. 100 миллион бөлді дейік. 100 миллионның қанша миллионын енді жалпы осы неге районға бөлетін едіңіз? Сұрақ бірінші. Енді ол жағдайға байланысты. Жоқ енді мысалы андай ғой, қарсы братан, мен жаңа ашығын айтып отырмын енді. Енді лично бұл жерде менің қолымда тұр. Мысалы ертең сені мысалы мен әкім болып жүретін болсам, енді жаңағыдай ғой братан, былай айтқанда. Жаңағыдай түсіп тұрсыз ғой. Ол жағын енді шеше адамыз ғой. Иә, ең басы сол. Сразу алдын ала қолды алып қояйық. Сразу алдын ала енді кетпеңіз деп жатқанда ғой, енді просто бұл жерде не жатқаннан кейін. Сосын мен бір врачкім бар да, тоже не бітірген ғой жақында ше, институт бітірген да. Енді оны да сәл нормальный должностьқа ертең жүруге болады, өзім бір ауыз айтамын ғой потом. Ұмытып кетпей енді әкім болып кетеді, ертең вдруг әкім болып кетіп жатсаңыз деп жатқанда ұмытып кетіп ертең ой ау-мау дейтін болмайды. Ондай болмасын деп жатқан, алдын ала сразу. Алдын ала конкурент дайындап қойды. Иә, жалпы деймін да енді. Алдын ала айтып қойғатқандағым ғой, ертең врачкім бар, оны да тығу керек болады. Енді мен көмектесіп жатқаннан кейін барлығы через меня деген сияқты ғой енді. Иә. Түсінікті бәрі. Енді жаңа вопрос қой енді жаңағы сұрақтан алыстамай ақ қояйық. 100 миллион теңге бөлінді дейік ше. Енді освещение көрінбейді, мысалы освещение жасату керек. Біріншіден, екіншіден бір дворник алу керек жұмысқа, ол да тазалату керек, тазалыққа бөлу керек, шын айтқанда. Еще өзіңіздің жаңағы ағайын туыстары, анау бос жұмыссыз жүрген біреулер болса, соларды жұмысқа айтқаннан кейін сол кірісіп қойсаңыз болады деген ба? Заңды ретімен ғой, заңды біреу дворник болса, біреу охранник болса, оның бәрі. Енді бөтен біреуді алғанша, туысқандарыңыз болса, ауылдағы жатқан болады, жұмыссыз жатқан біреулер болады, Боря, Моря дейтіндер, братишка, Муря дейтіндер. Соларды арасында кіргізіп жүре салсын ғой. Жұмыс главное әйтеуір босатпасын ауылда. Кеп тіршілік істесін, жұмыс істесін деп жатқандағым ғой енді. Жарайды, 100 миллион теңгенің в общем қанша миллион бөлетін едің братан?
30 миллион жағдай пока 50 миллионы қойсыз. Аха, 50 миллион. Аха. Енді жаңағыдай не қойдыңыз? Көрілу керек қой, жұмысы бар, істеп жатыр деген. Аха. Жоқ, маған не дейсің енді, братан? Өзің не дейсің енді? Оны келісеміз қой. Жоқ, сол келіскен қазір ғой, братан. Қазірде осы бастан да барлығы ше, қазір ертең сен әкім қылып жіберсем, ертең андай да, братан. Әкім болып кетесің да ертең кісі болып, жаңағы танымай, қақтан көрген едім дейтін әңгімелер болмас үшін де сразу ғой, сразу ертең 100 миллион теңге өткен жылдың аяғы уже ертең бөлінеді ақша ше. Енді ақшам ертең бұйыртса бөлдіртіп жатсам, өзім лично ар жақпен связым бар ғой енді. Бөлдіртемін ақшаны. Мен жаққа қарай қанша миллион несие істедім? 30%-не байланысты сұрау, брат. 30%, 50%. Енді не дейсің енді, братан, өзің айтсаң. Маған ашығым да, братан, сразу ше. Осы жерден келіп алады. Жақсылып 50% кетеді. Міне, еркек деген осындай болады, иә. 50% маған бересің. 50 миллион чисто өзіме қалады да. 50 миллион өзі жеткізесіз ғой, главное. Жетеді ғой. Болды, иә. Жеткізсең болды, братан. 50 миллионға қала салуға болады. Иә, болды, братан. Қала сал, өзің кішігірім, иә. Болды. Аха. Жарайды. Бұл бірінші сұрақ болды. Ұнады. Лично өзіме ұнады, халыққа да ұнады деп ойлаймын енді. Өзім ойымша, братан. Аха. Енді екінші сұрақ. Бізде андай тема болып тұр да, енді қазір ше, данный момент. Қазір енді бізде енді айттым ғой, әкім ауыстыру керек, сол әкімнің орнына адам іздеп жатырық. Бұл айтқанда сізді іздеп жатырық та, былайынша ше. Ана әкімнің орнына қоюымыз керек та. Бірақ ол әкім, короче, кішкене бір косяк болып тұр да ше. Короче, осы жылға ол кісіге 500 миллиондай ақша бөлінген, короче. Соның, короче, 300 миллионын жоқ қылып жүрген бұл айтқанда ше, братан ше. Енді қазір уголовка, анау, мынау бәрі қозғалып жатыр үстінен ше. Жаңа кісінің ше, әкімнің ішінен. Уже кетіп қалуы мүмкін. Қамып тастауы мүмкін да енді ол кісіні былай айтқанда ше. Сол енді косяк жабу керек болып тұр. Сол енді мысалға айтып жатырмын, примерно ше. Енді как друг, как брат деші, енді әкімді қолдау керек. Мысалға да енді брат за брата. Енді брат за брата деп жатқандамын, брат за брата ғой, братан. Былай айтқанда. Брат за брата дейді орысша. Брат за брата всегда брата дейді ғой, братан. Енді әкім кетейін деп тұр ше. Енді кеткенде жай кетпей тұр ғой. Ол ертең қамап кетуі мүмкін. Енді 300 миллион жоқ ортада ше. Сол үшін енді ертең орнына келесіз ғой. Сіз келесіз да былай айтқанда. Енді ол әкімді жайменде алып тастаймыз да. Орнына сізді отырғызамыз. Енді отырғызғаннан кейін енді жаңа 300 миллион жоқ қой енді. Ертең тексеріс келеді. Ол келсе сізге келеді да ертең. Келеді да айтады да 300 миллион қақта дейді. Сосын сіз не деп жауап бересіз? Енді жаңа брат за брата ғой, бір-біріңіз жауап беруіңіз, ана әкім үшін жауап беруіңіз ғой енді. Соны бірдеңе артын жабу керек болып тұр. Орын табу керек. Аха. Қазір жасамда. Иә, 300 миллион сұрақ сізге келеді да ол. 300 миллион қақта дейді. Келеді сізге, келеді. Аппараттан келеді. Осылай атыңыз кім еді? Марат. Марат, айтады, Марат что там дейді. 300 миллион қақта дейді. Не дейсіз? Мен жаңа брат за брата бар, братан. Ұмытып кетпеу керек. Документтерін айтамыз, ананы жасадық, мынаны жасадық. Бөліп сүйіп. Жеткізіп шығарып бірдеңе. Жоқ, сол 300 миллион теңге қақта деген кезде, енді если что, вдруг айтып қойып да, братан. Брат за брата. Просто айтуы мүмкін да, ертең сіздің мойныңызда жүруі мүмкін. 300 миллион жоқ. Кім? Марат жеп қойды деп тұр, алты сізді қамап тастауы мүмкін. Әр кетсе бір 7 жылға, 8 жылға қамап тастауы мүмкін. Еще оған дайынсыз ба деп жатқандағым ғой, брат за брата ғой бұл жерде ше. Әкім ойлану керек онда. Енді әкімге көмектесу керек деген. Әкім болайық ойланамыз ғой отыр. Әкім болу қазір болып тұр. Данный момент брат за брата ғой енді бұл жерде ше. Данный момент асфальт салды, свет қойды, анау ақ. Ошым артын жабасыз ғой ол әкім. Енді брат за брата ғой, әкімнің артын болса жабамыз. Қарғаның көзін шықмайды дейді аға. Ұмытып кетпеу керек ол жағында. Екінші сұраққа жауап бердіңіз ғой. Енді үшінші сұрақ бар бізде. Үшінші сұрақ. Бізде енді өзімізде бұл жерде круг қой жаңа байқап отырған шығарсыз. Айтып отырмын ғой, өзім чисто акиматта қазір ше. Өзім сізді әкім қылып жібере аламын, жаңа районның әкімі қылып жібере аламын да енді. Бірақ енді бізде бұл жерде тоже өзіміздің команда бар. Былай айтқанда әркімнің өзінің командасы болады, білесіз ғой. Любой бір басшының өзінің командасы бар. Сол сияқты бізде өзіміздің командамыз бар. Енді ол команда енді горячий жігіттер ғой, былай айтқанда ше, өзіміз жап-жас жігіттер, бірақ горячий жігіттер да. Енді соның команданың атауының өзі андай күлкінішті естілуі мүмкін, бірақ серьезный да ол. Біздің команданың аты Чебурек. Чебурек ол андай горячий ғой, чебурек ыстық болады ғой. Жаңа піскен жігіттер ғой, жас жігіттер ғой. Енді сол команда бірінші кіру керек. Оған кіру керек енді. Оған кіру үшін енді по-свойски айтайын енді 20 мың теңге бар. Чисто өзіміз чебуректердің арасында кіру. 20 мың теңге. Болады, иә? Болады. 20 мың теңге еще. Қазір аударып жібере аласың маған, иә? Болды онда. Сол главный вопрос соны шешіп алайық деген ғой. 20 мың теңге соны аударып берсеңіз болды, ең бастысы. Болды. Чебурекке қош келдіңіз. Иә, чебурекке қош келдіңіз. Бұйыртса енді әкім боласыз. Бұйыртса әкімсіз. Жаңа не қылса ақшаны аударып жібере аламыз ба? Болды, жаза беріңіз. Сасқалақтап өзім. Біздің чебурекке қош келдіңіз. Айта беріңіз. Шын жерден ұстаймын. Иә. Бұйыртса әкім боласыз. 8. 3 444. 20 мың деп жазыңыз да жерге. 20 мың деп жазыңыз.
20 ming. 20 bol. Ağa rejimiz. Prank koy. Prank. Mening adım Akın Bokut mu? Hani kamera. Oy. Prank koyalım.